бұл дүниенің дейді әлі күнге дейін жынданып кетпей жалғасын тауып отқан себебі жақсы адамдардың бар болғандығынан дейді. Себебі ең жақсы кезең дейді, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезеңі дейді. Одан кейін пайғамбарымыздың көзін көрген сахабалардың кезеңі дейді. Енді сахабаларымыз кетті, пайғамбарымыз да кетіп қалды. Одан кейінгі жақсы кезең сахабалардың көзін көрген табииндардың кезеңі дейді. Одан кейінгі жақсы кезең табииндардың көзін көрген табииндардың кезеңі дейді. Енді оның бәрі өтіп кетті. Енді біз қаншама ғасырлар өтті. Ендігі жақсы кезең қандай кезең дегенде, ол жақсы адамдардың бар кезеңі дейді. Аллаға шүкір, әлде болса біздің жынданып кетпей жүргеніміздің себебі жақсы адамдардың бар болғандығынан. Жақсы болуға әрекет жасайық. Аузымыздан жақсы сөз шықсын, жақсы жүріп тұруға тырысайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.